Заманауи мемлекет қандай? Заманауи мемлекет өз азаматтарына қамқор болады. Әрбір азаматтың өз мүмкіншіліктерін мейлінше іске асыруына жағдай жасайды. Адамның құқықтарының сақталуы мен қорғалуына кепіл болады. Азаматтардың қажеттіліктері мен сұраныстарына көңіл бөледі. Сондықтан Қазақстанда ақпараттық коммуникациялық технологияларды жетілдіру заманауи мемлекеттің даму жолындағы қажетті қадам болып табылады. Ақпараттық технологиялардың даму нәтижесінде бүгінгі таңда 500-ден астам мемлекеттік қызметті электрондық түрде үйден шықпай немесе жұмыста отырып ақ смартфон арқылы және өзіне өзі қызмет көрсету бұрыштарында алуға болады. Өзіне өзі қызмет көрсету бұрыштары электрондық қызметтерді қалың жұртқа қолжетімді етті. Егер 10 жыл бұрын қалай жұмыс істегенімізді еске алатын болсақ, ауыл тұрғындарына барлық қажетті мемлекеттік қызметтер ауылдық әкімдікте көрсетілді. Бастапқыда ауылдықтарға енді анықтамаларды халыққа қызмет көрсету орталықтарында алу керектігіне үйрену қиынға соқты. Ол уақытта өзіне өзі қызмет көрсету бұрыштарын ашу туралы ойлау ерте болды. Округте тұрғындардың сандық сауаттылығын арттыру мақсатында тұрақты түрде компьютерде жұмыс жасау дағдыларын үйрету және қайта үйрету жүргізілді. Бүгінгі таңда елді мекендердің тұрғындарын электрондық үкімет порталында жұмыс істеуге оқыту жалғасып келеді. Қызмет алушылардың материалдық шығындарын қысқарту және уақыттарын үнемдеу мақсатында мобильдік халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметтерін пайдалана отырып, ауыл тұрғындарының электрондық сандық қолтаңбаларын алу бойынша жұмыс белсенді жүргізіліп келеді. Нәтижесінде электрондық түрде көрсетілген қызмет саны артты. Егер 2017 жылы 84 миллион электрондық қызмет көрсетілсе, 2018 жылы бұл көрсеткіш 100 миллионнан асып түсті. Біз күнде электрондық үкімет қызметіне жүгінеміз. Оның бар болғанына бойымыз үйреніп те кетті. Жұмысқа орналасу үшін қажетті анықтамаларды оңай аламыз, шоттарды төлейміз, күнделікті мәселелерді шешеміз. Мұндай қолжетімділік бұрын болған жоқ. Электрондық үкімет құру идеясы тұңғыш президент елбасының Қазақстан халқына 2004 жылғы 19 наурыздағы жолдауында алға тартылған болатын. Ал 2004 жылы 10 қарашада тұңғыш президент электрондық үкімет құру жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны бекітті. 2006 жылы 12 сәуірде мемлекеттік қызметтердің бірыңғай терезесі ретінде алғаш рет электрондық үкімет порталы egov.kz іске қосылды. Бұдан алдын әр мемлекеттік орган өз білгенмен жұмыс істеп, басқа мекемелермен байланысы шектеулі болатын. Ал азаматтарға түрлі анықтамалар, растау қағаздарын және басқа құжаттарды жинау үшін көптеген органдардың табалдырығын тоздыруға тура келетін. Яғни, бір қызметті алу үшін мекемелер арасында шексіз жүру қажет еді. Алайда электрондық портал құрылғаннан кейін барлығы өзгерді. Электрондық үкімет жүйесі өз қалыптасуы мен дамуының 4 ауқымды кезеңінен өтті. Бірінші кезең ақпараттық. 2012 жылы веб-портал мемлекеттік органдар олардың жұмысы мен көрсететін қызметтері туралы ақпаратпен толтырылды. Сондай-ақ әлеуметтік маңызы бар бірқатар мемлекеттік көрсетілетін қызметтер іске қосылды. Олардың ішінде денсаулық сақтау, ішкі істер, білім және ғылым министрліктерінің қызметтері бар. Бұдан бөлек, ең қарапайым қызметтерді алу үшін мобильдік қосымша жасалды. Ол арқылы балабақшаға кезекті салық төлемдерін қарауға болатын. 2013 жылдың мамыр айында берілген электрондық цифрлық қолтаңбалар саны 2 миллионға жетті. Тамыз айында білім беру бөліміне жаңа электрондық қызметтер қосылды. Оның ішінде мектепке, жоғары оқу орындарында қабылдау жөнінде құжаттар тапсыру болды. 2013 жылдың қыркүйек айында жеке кредиттік тарихты онлайн тексеру және мониторинг жасау бойынша қызмет іске қосылды. Екінші кезең интерактивтік кезең. Бұл кезеңде порталда электрондық қызмет көрсету мүмкіндігі пайда болды. Порталды пайдаланушылар түрлі мекемелерге барып, кезекте уақыт жоғалтпай-ақ анықтамалар алу, кез келген мемлекеттік органға үйден шықпай-ақ сұрау жіберу және оның қарастырылу барысын көріп отыру мүмкіндігіне ие болды. Для того, чтобы электронное правительство стало именно транзакционным, в смысле интерактивным, чтобы можно было посылать туда запросы, получать ответы, для этого нужна была инфраструктура открытых ключей. Это мы ее так называем, но если по-простому, это электронные цифровые подписи, которыми сейчас пользуется каждый гражданин, чтобы получить электронные госуслуги. Осы кезеңде ведомстволық ақпараттық жүйелер, мемлекеттік дерек қорлары, электрондық лицензиялау, электрондық үкімет шлюзі және қазіргі таңда үйреншікті болып кеткен жеке куәлікке азамат туралы толық ақпарат жазылған чип орнату іске қосылды. Надо было найти болевую точку, то есть которую можно было бы, автоматизируя, показать людям вообще какую-то победу, что да, вот действительно электронное правительство заработало. Электрондық үкімет дамуының үшінші кезеңі транзакциялық. Бұл кезеңде азаматтар мемлекеттік төлемдерді, айыппұлдарды, коммуналдық қызметтерді төлеу мүмкіндігіне ие болды.
Егер бұдан алдын қызмет үшін төлемді банкке барып төлеу керек болса, қазір онлайн төлемді жүргізу арқылы қызметтерге қол жеткізуге мүмкіндік пайда болды. Электрондық үкімет дамуының 4-ші кезеңі трансформациялық. Бұл электрондық үкіметтің қазіргі кезегі жағдайы. Бұдан былай негізгі мақсат азаматтарға қызмет көрсетуді мейлінше жылдамдату болып табылады. Пайдаланушылар 15 минут ішінде заңды тұлғаны немесе жаңадан туылған баланы тіркеу мүмкіндігіне ие болды. Дамудың әр кезеңінде мемлекеттік қызметтерді көрсету барысында мемлекет мейлінше қолдау көрсетуге тырысады. Ей задается вопрос, как вы хотите назвать ребенка. Она отвечает на смс-ку, ей приносит свидетельство о рождении. Вот это уже высший пилотаж, когда все системы, например, в родильном доме стоит информационная система, в ней забили, что вот роженица такая-то, там по ину такому-то родила ребенка. Эта информация ушла в государственную базу данных физические лица, где определенная сработала автоматика, и потом электронное правительство, база данных, портал электронного правительства, он уже знает, что если этот человек, грубо говоря, родила ребенка, то ей нужно послать эту смс-ку и спросить у нее, как она назовет этого ребенка. Если ответ получаем, то, соответственно, по всем базам данных посадить нужную информацию о том, что да, человек родился, и вот, в смысле, о том, что вот человеку присвоено такое-то имя, отчество, фамилия, там, дата рождения, все автоматически фиксируется, печатается через принтер свидетельство о рождении, пакуется, по почте отправляется свидетельство о рождении. Я считаю, что вот это там, высший пилотаж. Почему? Потому что дальше это на этом не заканчивается. Отправляется информация в социальные обеспечивающие организации, это у нас Министерство труда и соцзащиты, получает информацию о том, что ребенок, да, родился, начислите, пожалуйста, матери такое-то пособие. То есть автоматически в банк уходят деньги, и человек, там, грубо на карточке получает деньги. Автоматически ребенок становится на очередь в детский садик, и во всех базах данных все происходит автоматически. Электрондық үкімет тиімді және шығыны аз әкімшілендіруді, қоғам мен үкімет арасындағы қарым-қатынастың түбегейлі өзгеруін, демократияны жетілдірудің және үкіметтің халық алдындағы жауапкершілігінің артуын қамтамасыз етеді. Бүгінгі таңда электрондық үкімет порталында Қазақстан Республикасының 8 миллионнан астам азаматы тіркелген. 경제 규모는 카자흐스탄보다 크고 국민소득은 높지만 그런 제도 자체는 카자흐스탄보다 늦게 도입됐을 수도 있어요. 근데 다만 한국은 아기가 태어난 출생을 신고하고 또 신고함으로 인해서 그 관련된 여러 가지 정보들이 한 번에 다 Қазақстанда электрондық порталдық құрылуын әлемдік қоғамдастық оңтайлы қабылдап, жоғары баға берді. Бұған халықаралық және республикалық рейтингтер, номинациялар мен жарыстардағы электрондық порталдың алған орындары куә. Қазақстандағы 3w-e-license.kz электрондық лицензиялау жүйесі ақпараттық қоғам мәселелері жөніндегі жоғары деңгейдегі әлемдік кездесу аясында өткен e-Business WSIS Project Prizes 2013 категориясында ең үздік жоба ретінде танылды. Біріккен ұлттар ұйымы жүргізетін электрондық үкіметтің дамуын зерттеу e-Government Survey нәтижесінде 2018 жылы Қазақстан даму деңгейі өте жоғарғы мемлекеттер тобында 39-шы орынды алып, орталық Азия мемлекеттері арасында электрондық үкіметтің даму индексі бойынша көшбасшылық орынға ие болды. e-Gov-тың дамуымен композиттік қызметтер пайда болды. 52 қызметті бір реттік SMS пароль арқылы алуға болады. Сондай-ақ анықтамасыз қызмет сервисі, яғни ең жиі сұратылатын анықтамаларды алуға үшінші тараптарға рұқсат беру автоматтандырылған. 2018 жылы электрондық түрде 100 миллионнан астам қызметтер көрсетілді. Бұл көрсеткіш 2010 жылдағы көрсеткішпен салыстырғанда 80 есе көп. Қазақстан Республикасының интернетке шыға алатын, телефонда мобильдік қосымшасы бар кез келген азамат, немесе өзіне өзі қызмет көрсету бұрышын пайдаланушы электрондық түрде кез келген маңызды қызметті жылдам әрі оңай ала алады.
2018 жылы цифрлық агент мобильдік қосымшасы іске қосылды. Ол iOS және Android операциялық жүйелер негізінде жұмыс істейді. Қосымша нақты уақыт режимінде агенттікті халыққа қызмет көрсету орталықтарындағы, салық органдарындағы, емханалардағы және басқа мемлекеттік мекемелердегі қызмет алушыларға көрсетілетін қызмет сапасын бағалауға мүмкіндік береді. Қызмет көрсету сапасын бағалауды тиісті фотомен немесе видеомен растауға болады. Бұл өте оңай және ыңғайлы. Осылайша агенттік постфактум заң бұзушылықты мониторингтеуден мемлекеттік қызмет алудағы азаматтардың мәселелерін мейлінше жылдам шешуге көшкен. Бұған қоса, ИГАФ-ты пайдаланушыларда ИГАФ-KZ бот Telegram бот арқылы электрондық цифрлық қолтаңба қолданбай қызмет алу мүмкіндігі пайда болды. Бүгінгі таңда Telegram ботта 25-тен астам мемлекеттік қызмет қолжетімді. Олардың ішінде әлеуметтік мәртебені тексеру және базалық зейнетақы төлемінің көлемі жөнінде ақпарат алу, балалардың және ересек адамдардың емханаға тіркелуін тексеру, дәрігерге жазылу және дәрігерді үйге шақыру, халыққа қызмет көрсету орталығында кезекті броньдау, жұмыс және қызметкерлер іздеу, жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықты немесе ауыртпалық жөнінде анықтамалар алу және басқалары бар. Не все, наверное, понимают, что президент, озвучивая эту идею про электронное правительство в 2000-х годах, он имел в виду облегчение жизни для простого населения. И вот это сейчас случилось. То есть та идея, которая была зарождена в 2000-х годах, она сейчас именно раскрыта и видно, что это дало в результате. Электрондық үкімет жұмысының нәтижесі порталдың қажеттілігін дәлелдеп отыр. Біздің мақсат Қазақстан Республикасы азаматтарының өмірін жақсарту. Біз болашақ игілігін жасаймыз.